Ассалому алейкум. 1 декабрь Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілгеніне 36 жыл толды. Байрам менен гүллән халқымызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Yosh ilham bergen berdaqqa, ылайық hurmet ardaqqa, жетілген түркей дарақта азиз Қарақалпақ тілім. Мұқаддес-тір аңлағанға, сыр жетеді тыңлағанға, кім сүйсінбес жаңлағанда азиз Қарақалпақ тілім. Көтеріп даңқ абырайын, жырлады шайыр Ибрайым. Көз нұрындай асырайын азиз Қарақалпақ тілім. Ана тілім арым, һәм де намысым, жойтып алмағаның басылы табысым, шашпауларың сен арқалы өрліп, қауыс ашар кеуілдегі нақшым, ілхам еш қанаты жазылған уақта. Жұртбасы президент берді әтібар, әдебиаттың тәрбияда құты бар, жұртбасының айтқан сөзі даналық, кім кітапты оқымаса ұтылар, алтын сөз дейілді айтылған уақта. Қарақалпақ, өзбек, қазақ туысқан, бір мақсетте белді беккен буысқан, ділмашсыз-ақ кеуіллері табысып, ғафур ғылам, садық сәбит табысқан, ілхам дегішпесі жарасқан уақта. Науайдан сауат ашты бердағым, ұстаз тұтты әжен язым ардағым, тілімді жеткерді жырау бақсылар, орылланды мың әсірлік арманым, тілім низам менен қорғалған уақта.